Елімізде 7000 шақырымнан астам автомобиль жолдары жаңартылуда. Бұл Қазақстанның орталық қаласы Астанадан барлық аймақтарға тарайтын күре жолдар. 2015-те басталып, 2019-да аяқталуы тиіс 11 автокөлік жолдарының жобасы бар. Армысыздар ағайын, эфирде транспорт және логистика. Сіздермен бірге Думан Мұхаммедқали. Бүгін Қазақстанның тас жолдарының жайын айтпақпыз. Білім беру жүйесі, медицинасы, ең бастысы жолдары дамыған елдің ғана болашағынан үміт күтуге болады деген екен. Қытай ғалымы Шэн Куа. Дамыған 30 елдің қатарына қосыламыз деп, алға ұмтылған қазақ елі күре жолдарын қалыпқа келтіруде. Елдің инфрақұрылымдық дамуына бағытталған Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырудың кең ауқымды жұмыстары басталған болатын. Мемлекет басшысының 5 институционалды реформаны жүзеге асыратын нақты 100 қадам жаңа ұстанымдар қажет екенін анықтап берді. Осы құжатта жол көлік инфрақұрылымын дамыту және Қазақстанның халықаралық көлік коммуникациясы ағымына ену қажеттігі баса айтылды. Бізде республикалық бюджетте 4-ші бағдарлама деген бағдарлама бар. Оның ішінде жаңағы күрделі жөндеу, орташа жөндеу және жолды күтіп ұстау қарастырылған. Бұған биылғы жылы 37,5 миллиард теңге бөлінген. Оның 12 миллиард 800 күрделі жөндеуге, 12 миллиарды орташа жөндеуге және 12 миллиард 700 ол жаңағы күтіп ұстауға жолдарды. Бұл жерден де жаңағы күрделі жөндеу бізде қазір 308 шақырымда республика бойынша жүріп жатыр. Оның 2 учаскесі, біреуі мына Қостанай облысында, жаңағы Ақтөбе мен Қостанайдың арасындағы мына Денисовканың маңайындағы учаске. Екіншісі Маңғыстау облысында Ақтау мен Құрықтың арасындағы учаскелер биыл бітіріп тапсырамыз жылдың аяғына. Бұл өзі көптен бері келе жатқан жобалар. Бітіре алмай жаңағы ақшаның жетіспеушілігіне байланысты ұзаққа созылып кеткен, соны биыл бітіреміз. Ағымдағы орташа жөндеуге келетін болсақ, биыл 1079 шақырым жол қалпына келтірілді. Аталмыш жұмыстар 67 учаскеге бөлініп атқарылған. Жөндеуге бөлінген қаражат игеріліп, мақсатты жұмыс межеленді дейді жауапты мекеме Қазавтожолдықтар. Қайта жаңарып шыққан жолдардың басым бөлігі Шығыс Қазақстан өңіріне тиесілі. Себебі ұзақ жолдар осы облыста екен. Орташа жөндеуде биыл көптеген жаңа технологиялар кіргізіліп жатыр. Ол 1-2 жыл болды. Осы орташа жөндеудің өзі жолдың жамылғысын жаңартып отыр. Ол да тозады. Мысалы, көліктің дөңгелегі сияқты ол да бір тозып, белгілі бір уақытта ауыстыру керек, қажет етеді. Сондықтан біз оның 5 жыл сайын біздің құжаттарда, нормативтік құжаттарда 5 жыл сайын оның бетін жаңартып отыру керек. Сондықтан енді егер соны барынша тырысып сақтап отырсақ, сонда жолдардың қалыпты ұстауы кішкене дұрыс болатын еді. Соған енді жаңа технологиялар енгізіп жатырмыз. Бұрынғы мысалы бізде ШПО деп айтылып кеткен, Совет өкіметінің кезінен келе жатқан жолдың бетіне бетонды төгіп, одан кейін шебен төсеп өтетін технология бар. Бұл бүкіл баяғы Совет одағының кезінде пайдаланған технология. Оның орнына қазір жаңа технологиялар былтырдан бері кіріп жатыр. Ол жұқа жамылғылар деп аталады. Бұл слари деген жаңа технология шетелден келген. Асфальт төсеудің слари сил әдісі ағымдық жөндеу жұмыстары үшін елімізде алғаш рет қолданылды. Бұл технология әрине шетелдерде көп жылдық сынақтан өтіп, өзінің төзімділігін дәлелдеген. Эмульсия мен минералдардан төселетін жұқа жамылғы ауа райының кез келген жағдайына шыдас береді дейді тас жол төсеп жатқандар. Одан бөлек қазір бізде ресайклер деген технология бар. Бұл салқын түрде жердегі асфальт бетонды қайтадан қопарып, жаңа материалдар қосып, қайтадан салып, оның бетіне тағы да бір қабат асфальт бетонды жамылғымен жабу. Бұл технологияны бұрын қайта құру, күрделі жөндеулерде қолданатын болса, біз 1-2 жыл болды осы орташа жөндеуде қолданып бастадық. Бұл өзінің пайдасын беріп жатыр. Ол жолдың ескірген баяғы Совет өкіметінің кезінде салынған жолдардың біраз уақыт ұстап тұруға кішкене көмегін беріп жатыр. Қарқындылығы аз, жүк машинесі азырақ жүретін жолдарда қолданып отырмыз. Енді осы технологияны барынша кеңірек қолданамыз деген ойымыз бар келесі жылдары. Қазіргі таңда 1900 мыңнан астам шақырым жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол ең маңызды маршруттар ол Батыс Еуропа, Батыс Қытай, орталық оңтүстік, орталық шығыс. Биыл істелініп жатқандар.
келесі жылдан бастап бізден Ақтөбе, Атырау, Астрахань жолын дәлізін бастауға міндетпіз. Енді 2020 жылға дейін 7000-нан астам шақырым нұрлы жол бағдарламасына сәйкес жасалынатын болады жолдар. Енді орталық оңтүстік жолын айтқан кезде Астана мен Теміртау учаскесі толығымен 2017 жылы аяқтаймыз. Астана Павлодар орталық шығыс дәлізінде 2017 жылы аяқтауымыз керекпіз. Алматы Қапшағай 2016 жылы аяқталады. Жол құрылысына пайдаланылып жатқан құрылыс материалдарының 90% отандық өнім. Құрылыс қажеттілігінің ешқайсысын сырттан әкелмейді. Қазақстан өзі өндіреді. Бетон жолдар салынып жатқанына байланысты көптеген цемент заводтары жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек бізде қазір тек битум, асфальт бетон жолдарда тек битум қазақстандық алынып жатыр. Былтырдан бері Ақтаудың битум заводы ашылғалы бері біз қазір өзімізді Қазақстан толықтай битуммен қамтамасыз етіп отырмыз. Павлодарда, Ақтауда, сосын Алматыда, Шымкентте 4 жерде завод бар битум шығаратын. Осы арқылы біз толықтай Қазақстанды битуммен қамтамасыз етіп отырмыз. Автомобиль саласындағы инфрақұрылымдық жобаларды дамыту мақсатында Қытай Халық Республикасының Экс-Имбанкімен шамамен 2,5 миллиард доллар көлемінде қарыз алу жөнінде келіссөздер жүруде. Бұл қаржыға Талдықорған, Қалбатау Өскемен, Қалбатау Майқапшағай және Меркі Буырлы Байтал арасындағы жалпы 1,5 мың шақырым жолды қайта жаңарту жоспарланған. Ал Батыс Қазақстандағы жолдардың салынуына Азия даму банкі атсалысуда. Kazakhstan and ADB has cooperations. Азия даму банкі қазіргі таңда халықаралық Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізін жаңғыртуды қаржыландыруда. Жамбыл облысындағы аймақты, сондай-ақ қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған жобалардың бірі Ақтау-Бейнеу аралығындағы екінші дәліз құрылысы. Біз және де Маңғыстау облысындағы дәлізді де қайта жаңғырту үшін үкіметпен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Алдағы жылда Ақтөбе-Мақат арасындағы жолға реконструкция жасаймыз деген жоспарымыз бар. Сондай-ақ орталық пен батысты жалғайтын Астана-Бейнеу жолын жаңадан салмақпыз. Қазіргі уақытта Астана мен аймақтардың арасындағы көлік қатынасын жақсарту мақсатында бірқатар автомобиль жолдарында қайта жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орталық оңтүстік бағыты бойынша 273 шақырым тас жол төселсе, Астана шығыс жобасы бойынша 570 шақырым жол салынуда. Құрылыс жұмыстарын 2016 жылы аяқтау көзделген. Только за прошедший год Өткен жылы жол жұмыстарына 59 миллиард теңге қаражат жұмсалған болатын, ал осы жыл 60 миллиард 200 миллион теңге қарастырылып отыр. Бұл аз сома емес. Қазіргі уақыттың өзінде бөлінген қаражаттың 25% мақсат түрде жұмсалды. Жыл соңына дейін барлығы игеріліп, жұмыс нәтижесі сапаға сай жауап береді деп ойлаймын. Бұдан бұрын Қазақстанда салынған тас жолдардың сапасы сын көтермейтін. Жаңадан төселген жол 2 жылдан артық халыққа қызмет көрсете алмай, ой үшін құры көбейіп, жұрт жүруден қалатын. Қазақ даласына жол салу міндеті артылған Қазавтожол ұзақ зерттеудің нәтижесінде жаңа технология бойынша цементті бетон жабындысын таңдады. Оның сәтті жүзеге асқан алғашқы үлгісі Астана-Көкшетау автобаны. цементно-бетонное покрытие не так давно. Цементті бетон жабыны Қазақстан жолдарында бұрын қолданылмаған технология еді. Мұнда жолдардың тамаша үлгісі деп Астана-Щучинск бағытын айтуға болады. Ол өзін тек жақсы жағынан көрсететін тас жол болды. Барлық ерекшеліктері бойынша ең қауіпсіз жол атанды. Екі жақ бағытты ортасынан бөліп тұратын қоршау темірлері жол апаты саны мен адам өлімі фактілерін бірден азайтты. Біз дәл осы технологияны Астанадан шығатын барлық бағыттарға қолданудамыз. Негізінен цементті бетон жабын қарапайымынан бірнеше есе қымбат тұрады. Бірақ мұнда ақылы жолдар енгізу арқылы кеткен шығынды ақтап алуға болады. Происшествий и Жол азабын жүрген біледі. Бұл аталы сөз қазақта әлімсақтан бар. Жүрер жолдың дұрыс, талапқа сай болуы өмірлік қажеттілік. Батыс пен шығысқа алтын көпір атанамыз деп 21 ғасырдағы жібек жолын жаңғыртқан қазақ елінің бүгіні осы.